құрылыс компаниялары бастап саламыз деп өздерінің күштерін көтере алмай қалып, жарты жолдан тастап кететіндері бар. Жалпы құрылыс компаниялар өздерінің жұмысын бастар кезде өздерінің күштерін қарау керек, ресурстарын қарау керек. Сол ұйымдастыру жағынан кететін қателіктер бар. Ол біріншіден. Екіншіден, өздері дәл қазіргі заңдылықтың мүмкін арасындағы аяғына шейін жетпеген, толықтырылмағанына байланысты қаражаттарды жинап алады. Болашақ тұрғындардан, үлескерлерден соны дұрыс емес жаратпау. Үшіншіден қарайтын болсақ, тексеру жағынан біздің тексеру жағынан күшіміз аз. Тек қана мысалға бір 300 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл төленеді. Олар оны төлейді, ары қарай жүргізе береді. Осы үш бағыттағы менің ойымша қиыншылықтар тудырып жатқан. Әрине, біз бұл бағытта жұмыс істеудеміз. 16 мыңдай. 16 мың үлескер. Соның 15.600-і пәтерлерінің кілтін алды. Ол бір 150 нысан тұғында. Оның барлығы бітіріліп, енді дәл қазір 7 нысан қалды. Жылдың аяғына шейін бітірілетін. Мен екі-үшеуін айтып шығайын. Ол Ақерке тұрғын үй кешені, ол Араби 2, Гранитный 2 тұрғын кешені, сосын Мирный дом кешені. Осылар аяғына шейін біту керек. Дәл қазіргі біздің қиын мәселесі бар тұрғын үй кешендері 24 нысан. 24 нысанды біз бақылауға алып, оны жүргізудеміз. Бірақ бұл Елорда құрылыс компаниясына кірмейді. Ол бөлек. Оның ішіндегі қазір 9 тұрғын үй кешені сол өзінің құрылыс компаниясымен жайлап бітіруде, әрине қаржыға байланысты. Бұл 24-тің ішінде қылмыс іс қозғалып, жүріп жатқан қамауға алған құрылысшылар да бар. Енді менің ойымша келесі жылға бір 6 тұрғын үй кешені қалады. Оны аяғына шейін жеткіземіз.